Егер дәл қазір жүрегіңе ауыр ойлар жиналып, түнде ұйқың қашып, күндіз көңілің орнына түспей жүрсе, тоқта. Аздап тыныста да мына сөздерге құлақ түр. Бұл бір адамның ойы емес, өмірді көрген, жақсылық пен жамандықты қатар өткерген үлкен кісілердің сүзгісінен өткен, ата-бабадан жеткен ақылдың үні. Қариялар уайым ақылдың дұшпаны деп бекер айтпаған. Уайымға берілген адам мәселені емес, мәселенің елесін ойлайды. Ал елес шындыққа жол көрсетпейді. Өмірдің талай белесін артқа тастаған қариялар бір нәрсені жақсы білген. Уайымдап отырып, бірде-бір түйін шешілмеген. Ата-бабамыз болар іс болды, бояуы сіңді деген. Мұның мағынасы өткен іске қайта-қайта орала берме. Өткенді ойлау сабақ алу үшін керек, өзіңді жазалау үшін емес. Кеше кеткен қателікті бүгін арқалап жүру өзіңе өзің жүк артумен тең. Үлкендер өткенге өкпелегеннің болашағы бұлыңғыр дейтіні сондықтан. Көпті көрген кісілер тағы бір нәрсені айтады. Адамды шаршататын қиындықтың өзі емес, оған жалғыз қарсы тұрғандай сезінуі. Сол себепті олар ішіндегіні ішіңе сақтама дейді. Қазақта жүрекке жиналған сөз дертке айналады деген түсінік бар. Уайымды бөлісе алсаң, жартысы кетеді, айта алмасаң, еселене береді. Ата-бабаларымыздың тағы бір өсиеті бар. Сабыр түбі сары алтын. Бұл сөзді көбіміз құр жаттанды деп қабылдаймыз. Ал шын мәнінде сабыр күту емес. Сабыр асығыс шешімнен сақтайтын қорған. Үлкен кісілер өмірден көрген, ашумен қабылданған шешімнің соңы көбіне өкінішке апарады. Ал сабырмен жасалған қадам кешіксе де қисынын табады. Уайымдап жүрген адам көбіне өз құнын ұмытады. Сондай кезде қариялар өзіңді төмен санағанды өмір де төмен санайды деп ескерткен. Бұл менмен бол деген сөз емес. Бұл өз қадіріңді біл, өзіңді таптама дегені. Адам өзіне сенбесе, өзгеден тірек күтудің өзі қиын. Тағы бір даналық сөз бар. Қиындық адамды сындыратын емес, шынықтыратын құрал. Өмір жолында талай соққы жеген үлкен кісілер кейін сол қиын күндерге алғыс айтқанын жиі естисің. Себебі дәл сол ауыр кезеңдер оларды сабырлы, байыпты, мықты еткен. Егер бүгін уайымдап жүрсең, бұл сенің әлсіздігің емес, өсіп жатқандығының белгісі болуы мүмкін. Қариялар бәрі бірден шешілуі міндетті емес дейді. Кейбір нәрсе уақытсыз ашылмайды. Ата-бабамыз уақыт ең әділ төреші деген. Қазір әділетсіз көрінген жағдай ертең өз орнына түсуі мүмкін. Сондықтан бүгінгі күйзелісті өмір бойғы тағдыр деп қабылдама. Тағы бір өсиет. Құдай бір есікті жапса, бір есікті ашады. Үлкендер бұл сөзді өмірімен дәлелдеген. Бір жұмыстан айырылып, кейін одан да жақсысына жеткенін. Бір адамнан көңілі қалып, кейін тыныштық тапқанын. Бір арман орындалмай, оның орнына әлдеқайда дұрысы келгенін талай көрген. Егер жүрегің ауырса, қариялар айтқан мына сөзді есіңе ал. Жүрекке түскен салмақ оймен кетеді. Ойыңды реттемей, өмірің түзелмейді. Күн сайын өзіңе бір сұрақ қой. Мен уайымдап отырған нәрсе ертең маңызды бола ма? Көбі сол сұраққа жауап таппай-ақ жоғалады. Соңында үлкендердің жиі айтатын бір ақылы бар. Өмір өтеді. Байлық та, атақ та, реніш те уақытша. Ал сенің адам болып қалуың ең үлкен жеңіс. Сол үшін өзіңді іштен жеп бітіретін уайымға емес, алға бастайтын үмітке орын бер. Егер уайымдап жүрген болсаң, осы сөздерді жай оқып өтпе.
ойыңнан өткіз, себебі бұлар кітаптан емес, өмірден алынған, көз жаспен, төзіммен, сабырмен келген ақиқаттар. Үлкендер уайымға батқан адамға алдымен бір нәрсені еске салады. Өмір сен ойлағандай қатыгез емес. Бірақ сен оған солай қарасаң, қатыгез болып көрінеді. Көпті көрген қариялар адамның ең үлкен жауы өз ойы деп бекер айтпаған. Ойың тынышталмайынша сырттағы дүние де тынышталмайды. Ата-бабамыздан қалған тағы бір терең сөз бар. Көңіл күйсе, көз көрмейді. Бұның мағынасы, уайым мен күйзеліс адамды соқыр етеді. Дәл сол сәтте жақсылықты да, мүмкіндік пен жолды да байқамай қаласың. Үлкен кісілер сондықтан алдымен көңіліңді орнына түсір, сосын ғана шешім қабылда деп үйреткен. Өйткені сабырмен қараған адам жол табады. Күйіп піскен адам жолдан жаңылады. Өмірдің талай дауылын көргендер бір нәрсені анық біледі. Бәрі сенің қолыңда болуы шарт емес. Қазақта тағдырға қарсы шапқан өзіне қарсы шабады деген сөз бар. Бұл қол қусырып отыру емес. Шамаң жетпейтін нәрсеге жаныңды тоздырма деген ескерту. Кейбір ауыртпалықты жіберіп, Аллаға тапсыру әлсіздік емес, даналық. Қариялар жас кезінде жіберген бір қателігін жиі мойындайды. Болмашы нәрсеге уайымдап, ең қымбаттысын уақытын жоғалтқанын. Сол себепті олар кейінгіге уайым уақытыңды жейді деп айтады. Уақыт кеткен соң, оны ешқандай өкініш қайтарып бермейді. Ал бүгінгі бір уайым ертең күлкілі болып көрінуі мүмкін. Ата-бабамыз жақсы сөз, жарым ырыс деген. Үлкендер мұны былай түсіндіреді. Өз-өзіңе айтқан сөз де жақсы болуы керек. Менен ештеңе шықпайды, бәрі бітті деген сөз өзіңе өзің айтқан қарғыс. Ал өтер, жолын табам, бір Алла көмектеседі деген сөз ішкі тірек. Көпті көргендер адамның тағдыры көбіне өз аузына қарағанын байқаған. Тағы бір өсиет бар. Адамды адам ететін ниет. Егер ниетің таза болса, бүгінгі қиындық ертеңгі саған сабақ болады. Үлкендер өмір бойы осыған көз жеткізген. Жаман оймен басталған іс берекесіз, ал таза ниетпен көтерілген жүк жеңілдейді. Уайымдап жүрген адам көбіне жалғыз қалғысы келеді. Бірақ қариялар керісінше кеңес береді. Адамнан қашпа, адамға жақында, себебі адам мен адам. Бір жылы сөз, бір шынайы әңгіме кейде ұзақ жылдық ішкі ауыртпалықты тарқатады. Өмірдің шын байлығы түсінетін бір жанның болуы. Өмірдің шын байлығы түсінетін бір жанның болуы. Тағы бір терең сөзді үлкендер жиі айтады. Бүгінгі түн мәңгі емес. Қанша қараңғы болса да таң атады. Бұл тек уақыт туралы емес, көңіл күй туралы сөз. Қазір жаның қысылып тұрса, бұл күйдің де шегі бар. Өмірде тоқтамайтын бірақ нәрсе бар, өзгеріс. Ата-бабамыздың соңғы бір өсиетін естен шығарма. Үміт үзілген жерде өмір де үзіледі. Үміт адамның соңғы тірегі. Үмітің барда сен тірісің. Алға жүріп келесің. Сондықтан уайым жүрегіңді қысып тұрса да, үміттің бір шетін босатпа. Бұл сөздер жай жұбату емес. Бұлар талай жанның арқасынан ауыр жүк түскенде айтқан, өз басынан өткеннен кейін ғана айтылған ақыл. Егер бүгін уайымдап жүрген болсаң, біліп қой. Сен жалғыз емессің. Бұл жолдан талай адам өткен, әрі бәрі де аман шыққан. Үлкен кісілер уайымның ең қауіпті тұсын былай түсіндіреді. Уайым адамды бүгіннен айырады.
Адам ертеңгі күннің қамын ойлаймын деп, бүгінгі күннің берекесін байқамай қалады. Ал ата-бабамыз бүгінгі күн Құдайдың сыйы деген. Бұл сөздің астарында терең мән бар. Кеше өтті, ертең әлі келмеді. Ал қолындағы жалғыз шындық бүгін. Бүгінді қадірлей алмаған адам ертеңге де риза бола алмайды. Қариялар жиі айтатын тағы бір сөз бар. Артық уайым артық қажытады. Адам өз-өзін іштей жей берген сайын мінез өзгереді, сөзі ауырлайды, сабыры кемиді. Бір кезде жақындарына қатал болып кететінін өзі де байқамайды. Сол үшін үлкендер уайымды өзіңмен жалғыз қалдырма деп ескертеді. Оны дұғамен, еңбектенумен, жақсылықпен бөліп тастау керек. Ата-бабамыздың мына бір өсиеті ерекше мәнді. Еңбек ерді өсіреді. Үлкендер уайымға батқанда қарап отырмай, қолына бір іс алған, жер жыртқан, мал қараған, үй жөндеген. Себебі еңбек ойды тыныштандырады. Қол қозғалғанда жүрек те сабасына түседі. Сондықтан көпті көргендер ойың шатасса іс қыл дейді. Тағы бір өмірлік ақиқат. Адам бәрін бірден арқалауға міндетті емес. Қазақта жүк ауырын нар көтерер дейді. Бұл әр нәрсенің өз уақыты, өз иесі бар деген сөз. Кейбір уайым сенің емес, уақыттың жүгі. Оны бүгін көтере алмасаң, өзіңді кінәлама. Ертең күшің артқанда өзі-ақ жеңілдейді. Қариялар жиі еске алатын бір өкініш бар. Ренішті тым ұзақ сақтағаны. Сол себепті олар кейінгіге кек сақтама, көңілің тазарады деп ақыл айтады. Реніш уайымның ең уытты түрі. Ол алдымен сені шаршатады, қарсы жақты емес. Ата-бабамыз кекшілдің көңілі тар деп адамның өзіне зиян екенін баяғыда айтқан. Уайымдап жүрген жанға үлкендер үнемі мына бір сөзді қайталайды. Өзіңді аяуды үйрен. Бұл жалқаулық емес, өзіңе мейіріммен қарау. Адам өзгеге кешіріммен қарайды да, өзіне тым қатал болады. Ал қариялар өмірден ұққан, өзіне мейірімі жоқ адам өзгеге де толық мейірім бере алмайды. Ата-бабамыздың тағы бір терең сөзі бар. Жақсылық жасасаң, жүрегің жеңілдейді. Үлкендер уайым қысқанда біреуге көмектескен, бір ауыз жылы сөз айтқан, бір жетімнің басынан сипаған. Сол сәтте өз қайғысы кішірейіп кеткенін байқаған. Себебі жақсылық жүректегі ауырлықты тарқататын ең таза ем. Өмірді көп көргендердің ең маңызды ескертпесі бар. Өмір сынақпен өлшенбейді. Одан қалай өткеніңмен өлшенеді. Қиындық әр адамға беріледі. Бірақ сол қиындықта адам болып қалу үлкен жеңіс. Егер дәл қазір уайымдап отырған болсаң, мына сөзді жүрегіңе түй. Бұл кезең өтеді. Сен өзгересің, күшейесің, даналанасың. Ата-бабамыз бекер айтпаған. Өткен күн сабақ, келген күн үміт. Үлкендер уайымға батқан жанға тағы бір шындықты еске салады. Адамның өміріндегі ең ауыр жүк айтылмаған сөз. Іште қалған өкініш, айтылмаған кешірім, дер кезінде жеткізілмеген шындық уақыт өте уайымға айналады. Сол үшін ата-бабамыз айтылмаған сөз ішке түскен шоқ деген. Шоқты ішінде сақтаған адам ерте ме, кеш пе күйеді. Ал оны дер кезінде шығара білген жан жеңілдеп қалады. Қариялар адамның уайымға берілуінің тағы бір себебін жақсы біледі. Шамадан тыс үміт. Үміт жақсы, бірақ бәрін өз ойындағыдай болады деп күту жанды қажытады. Қазақта үміт құс,
қонса ырыс дейді. Ал үлкендер соған қоса, ұшып кетсе соңынан жүгірме деп қосқан. Кейде бір үміттің орындалмауы әлдеқайда үлкен бәленің алдын алады. Ата-бабамыздың тағы бір өсиеті бар: көрпеңе қарай көсіл. Бұл сөз тек тұрмысқа ғана емес, ойға да қатысты. Қолың жетпейтін, шамаңнан асатын нәрсеге уайымдап, өзіңді қажытпа. Үлкендер өмір бойы соны түсінген. Өз орныңды, өз мүмкіндігіңді қабылдай алған адам ғана ішкі тыныштыққа жетеді. Уайымдаған адам көбіне өзін басқамен салыстырады. Ал қариялар бұған қатты қарсы болған. Өзгенің бақыты саған өлшем емес, дейді олар. Біреудің жетістігі сенің кешігуің емес. Әр адамның жолы бөлек, уақыты бөлек. Ата-бабамыз әркімнің несібесі маңдайында деп осыны меңзеген. Тағы бір даналық сөз: тіл жүректің айнасы. Уайымға батқан адам өз сөзінен ақ көрінеді. Сол себепті үлкендер алдымен тіліңді түзет деп үйреткен. Жаман сөз жаман ойды күшейтеді, ал жақсы сөз ішкі тіректі бекітеді. Кейде бір ауыз дұрыс сөз адамның бүтін тағдырын өзгертіп жібереді. Қариялар өмірден көрген тағы бір ақиқатты жиі айтады: адам бәрін кешіре алады, бірақ өзін кешіре алмай қиналады. Сондықтан олар өзіңе де кешірім бер дейді. Өткен қателік үшін өзіңді өмір бойы жазалау әділет емес. Ата-бабамыз қателеспейтін адам жоқ, тәубесіне келмейтін адам бар деген. Тәубе алға қарай қадам. Уайымның ең қаттысы жалғыз қалған сәтте күшейеді. Сол кезде үлкендер бір қарапайым істі ұсынады: жаратқанмен тілдес. Дұға тек діни амал емес, ол жанның тынысы. Қариялар дұға айтқан жүрек босамайды дейді. Себебі дұғада адам бар салмағын бір жаратушыға тапсырады. Ата-бабамыздың тағы бір терең сөзі бар: жақсының жолы жарық. Ниетің таза болса, тіпті қараңғы кезеңнің өзі сені адастырмайды. Үлкендер өмір бойы соған көз жеткізген. Адалдықпен жүрген адам кешіксе де өз соқпағын табады. Егер уайымдап жүрген болсаң, осы сөздерді жүрегіңнің бір түкпіріне сақта. Бұлар уақытша жұбату емес, ұрпақтан ұрпаққа жеткен өмірлік бағдар. Адам уайымсыз болмайды, бірақ уайымға тұтқын болмауға болады. Уайым жалғыз келген қонақ емес, ол өзімен бірге қорқынышты ертіп жүреді. Қорқыныш көбіне болмаған нәрседен туады. Болуы мүмкін жағдайды ойлап, адам өзін алдын ала қинайды. Ата-бабамыз болмаған іске болаттай бекінбе деген. Бұл сөздің мағынасы әлі келмеген күннің жүгін бүгін арқалама. Қариялар бір-бірімен әңгімелескенде жиі айтады: өмірдегі ең үлкен байлық ішкі тыныштық. Ақша табылар, дүние жиналар, бірақ жоғалған тыныштық оңайлықпен қайтпайды. Сондықтан олар жасқа тыныштықты саудаға салма деп үйреткен. Ата-бабамыздың тыныш үйге ырыс қонады деуі де осыдан. Уайым адамды ұйқыдан айырады. Ал үлкендер ұйқының қадірін ерекше білген. Ұйқы жанның азығы деген сөз бар. Қариялар түнде жылап ойланғаннан гөрі таңмен бірге тұрғанды жөн көрген. Себебі таң үміттің уақыты. Күн шыққанда кешегі ауыр ойлардың өзі басқаша көрінеді. Тағы бір өсиет сөз бар: асыққан шайтанның ісі. Уайымдаған адам шешімді тезірек қабылдауға тырысады. Тек сол арқылы ішкі қысымнан құтылғысы келеді. Бірақ үлкендер асығыс қадамның соңы көбіне қайта айналып келетінін көрген. Сабырмен жасалған іс қана
берекелі болады. Қариялар өмірден бір нәрсені анық ұққан. Адам өзіне керек емес жауапты іздеп шаршайды. Кейбір сұрақтың жауабы уақыт өте өзі келеді. Сол себепті ата-бабамыз уақыты келмеген істің кілтін бұрама деген. Барлығының өз мезгілі бар. Уайымдап жүрген жан көбіне өзіне тым көп талап қояды. Үлкендер бұны да байқаған. Олар адам темір емес дейді. Адам шаршайды, сүрінеді, бірақ сонымен адам. Өзіңнен мінсіздік күтпе. Мінсіз болуға тырысқан жан өз тыныштығын жоғалтады. Ата-бабамыздың тағы бір мағыналы сөзі бар. Құлағанға сүйеу бол, өзіңде тік тұрасың. Қариялар мұны тек өзгеге қатысты емес, өз-өзіңе де қолданған. Қиналған сәтте өзіңді кінәлаудың орнына демеп сөйлеуді үйрен. Ішкі сөзің мейірімді болса, жаның да оңалады. Үлкендер уайымға қарсы ең қарапайым, бірақ ең әсерлі емді де айтқан. Шүкір. Шүкір айтқан адам барға қарайды, жоққа емес. Ата-бабамыз шүкір еткеннің шырағы сөнбейді деген. Күніне бір сәт болса да бар дүниеңді ойла. Сол кезде уайымның өзі әлсірей бастайды. Қариялар мына бір сөзді жиі қайталайды. Өмір сынақ емес, аманат. Аманатқа қиянат жасауға болмайды. Өзіңе берілген өмірді уайыммен ғана өткізу, сол аманатқа немқұрайлы қарау. Ал әр күнді үмітпен қарсы алу аманатқа адалдық. Егер осы жолдарды оқып отырып, жүрегің бір сәтке болса да жеңілдесе, демек бұл сөздер өз міндетін атқарды. Ал егер уайым әлі тарқамаса, есіңде болсын, ешбір ауыр ой мәңгі тұрмайды. Уақыт өте бәрі өз орнына келеді. Үлкен кісілер кейде былай дейді. Уайым адамға берілген белгі. Ол белгі тоқта, ойлан, бағытыңды тексер деп тұрғандай. Егер уайым мүлде болмағанда, адам өз өміріне бей-жай қарар еді. Сондықтан қариялар уайымды жау көрмеген, оны дұрыс түсінуді үйреткен. Уайым ескерту, бірақ тұрақ емес. Ата-бабамыздың тағы бір терең сөзі бар. Жол азабы көр азабы емес. Яғни қазір көріп жүрген қиындық соңғы нүкте емес. Бұл жолдың бір бөлігі ғана. Үлкендер өмірде талай сүрінген, бірақ тоқтап қалмаған. Олар жүре келе үйренесің, үйрене келе жеңілдейді дейді. Қариялар адамның уайымға батуының бір себебі өзіне сенбеу екенін жиі айтады. Сенім кеткен жерде үрей күшейеді. Сол үшін ата-бабамыз өзіне сенбеген өмірге өкпелі деген. Өзіңе сену деген бәрі оңай болады деген сөз емес. Не болса да көтере аламын деген ішкі уәде. Тағы бір өсиет. Көңіл нәзік, оны ауыр сөзбен сындырма. Үлкендер уайымдап жүрген жанға қатты сөйлемеген, керісінше жұмсақтық танытқан. Себебі күйзелген жанға ақылдан бұрын мейірім керек. Өз-өзіңе де сол мейірімді бер. Ата-бабамыздың мына бір сөзі көп нәрсені аңғартады. Тар жерде тек ақыл көмектеседі. Уайым қысқанда айқайда, ашуда жол ашпайды. Сол сәтте байыппен ойлау ғана шығарады. Үлкендер асықпа, бір түн ұйықтап ал деп бекер айтпаған. Қариялар өмірден көрген тағы бір ақиқатты бөліскен. Адам өз уайымын өзінен үлкен етіп қояды. Ал шын мәнінде көп уайым уақыт өте кішірейеді. Сондықтан ата-бабамыз таудан асқан тас та аласа көрінеді деген. Қиындықтан бір аттаған соң артқа қарасаң, оның өзі де басқаша көрінеді. Уайымдап жүрген жан көбіне болашақтан қорқады. Ал үлкендер болашақты жүк емес,
мүмкіндік деп қабылдаған. Алда күн бар, алда дем бар деген сөз сол үміттен туған. Ертеңгі күн бүгінгі уайымға тәуелді емес. Тағы бір дана сөз бар. Адамға ең керек нәрсе тірек. Ол тірек кейде адам, кейде сенім, кейде дұға, кейде жай ғана ішкі сабыр. Қариялар тірексіз өмір сүрмеген, бірақ тірегін дұрыс таңдаған. Олар мына бір сөзді жиі қалдырған. Өмірдің ауырлығы өткінші, адамның таңдауы мәңгі. Қандай күйде жүрсең де, адам болып қалу сенің қолыңда. Уайым саған билік жүргізбесін, сен уайымға ие бол. Әлі де жүрегіңде бір ауырлық тұрса, біл. Сен бұл сөздерге бекер кезіккен жоқсың. Демек ішіңде өзгеруге, жеңілдеуге дайын бір күш бар. Сол күшті жоғалтпа. Үлкен кісілер өмірдің соңына таман бір нәрсені анық түсінеді. Адамды қажытатын жағдай емес, оған берген бағасы. Бір оқиға біреуді сындырса, біреуді өсіреді. Айырмашылығы көз қараста. Сол үшін ата-бабамыз ақыл жастан, асыл тастан демей, керісінше ақыл көз қараста дегенге жақын ой қалдырған. Қалай қарасаң, солай қабылдайсың. Қариялар уайым туралы айтқанда жиі мысал келтіреді. Өмір өзен сияқты, оған қарсы жүзе берсең, шаршайсың. Ағысымен бірге дұрыс бағыт ұстасаң, өтесің. Суға қарсы жүзген жағаға кеш шығады деген сөз осыдан. Уайымға қарсы күресемін деп шаршағаннан гөрі, оны түсініп, өз арнаңды табу маңызды. Уайымдап жүрген жан көбіне неге мен деп сұрайды. Ал қариялар бұл сұрақты бос деп санаған. Оның орнына енді не істеймін деп сұраған. Себебі неге өткенге байлайды, ал не істеймін алға жетелейді. Бұл өмір көргендердің ең қарапайым, бірақ ең пайдалы сабағы. Тағы бір терең сөз бар. Адамды адам ететін төзім. Төзім деген үнсіз шыдау емес, ішкі тұрақтылық. Үлкендер төзімділіктің арқасында талай қиындықтан аман өткен. Олар бәрі бірден түзелмейді, бірақ біртіндеп орнына келеді деп үйреткен. Ата-бабамыз жүрекке ауыр алғанды уақыт жеңілдетеді деген. Бұл сөздің мәні уақыт бәрін өшіреді емес, орнына қояды. Бүгін ауыр көрінген жүк ертең өмірлік тәжірибеге айналады. Қариялар адамның бір сәттік уайымнан үлкен шешім қабылдауына қарсы болған. Олар бір күндік ойымен өмірлік шешім жасама деп ескерткен. Себебі көңіл күй уақытша, ал шешімнің салдары ұзақ. Уайымдап жүрген жанға үлкендер тағы бір кеңес береді. Табиғатқа қара. Аспан бірде ашық, бірде бұлтты, бірақ бұлт аспанды жоқ қылмайды. Сол сияқты уайым да сенің өміріңді жоқ қылмайды. Ол уақытша күй. Соңында қариялар мына бір сөзді аманат еткен. Өмірге өкпелеме, ол саған жау емес. Өмір сені жазалау үшін емес, жетілдіру үшін алдыңа сынақ қояды. Бұны түсінген адам уайымның тұтқыны болмайды. Егер осы сөздердің ішінен жүрегіне бір ауыз сөз ғана сіңсе, соның өзі жеткілікті. Себебі бір дұрыс ой кейде бүтін өмірдің бағытын өзгерте алады. Уайымға емес, әрекетте уақыт бөл. Әрекет ойды тыныштандырады. Өткенді өзгерте алмайсың, бірақ көз қарасыңды өзгерте аласың. Бәрін бірден шешуге тырыспа, кезең-кезеңмен алға жылжы. Шамаң жетпейтін нәрсеге жаныңды тоздырма. Көңіл күймен емес, ақылмен шешім қабылда. Өзгемен емес, өзіңнің кешегі күніңмен салыстыр. Ішіңдегіні іште сақтама, сенімді адамға айт. Жаман ой келгенде
жақсы сөзбен тоқтат. Әр қиындықты жаза емес, сабақ деп қабылда. Өзіңе қатал болма, өзіңе де мейірім керек. Үмітті жоғалтпа, бірақ бәрін үмітке байлама. Ұйқыңды түзе, ұйқысыз ой дұрыс болмайды. Күнде бір рет болса да шүкір айтуды әдет қыл. Асығыс шешім кейінгі өкініштің бастауы. Қателік үшін өзіңді емес, қателікті түзет. Өзгеге көмектес, жаның жеңілдейді. Өзіңе сен, сенім кеткен жерде үрей көбейеді. Ренішті ұзақ сақтама, ол алдымен сені қажытады. Қиын кезде үндемей қалма, жабылып қалма. Әр күніңді соңғы күнде емес, мәнді күнде өткіз. Артық ой, артық салмақ, қажетсізін тастауды үйрен. Болмаған нәрседен қорықпа, келгенін көтер. Дұға мен тыныш ойды өміріңнен алып тастама. Бәрі сен ойлағандай болмайды, бірақ жаман болып кетпейді. Құлағаның үшін емес, тұрмағаның үшін ұтылатыныңды ұмытпа. Адамды емес, мінезді кешір, жүрегің тазарады. Уақытқа сен, ол көп түйінді шешеді. Күнде өзіңе, мен қолдан келгенін жасап жүрмін бе деп сұра. Өмірді ауыртпа деп емес, аманат деп қабылда. Уайым өтеді, ал адам болып қалу ең үлкен жеңіс. Айта алмайтын шындықты ішіңде сақтап қинама. Асығыс шешім қабылдама, бір түн ұйықтап ал. Бәріне бірдей ұнауға тырыспа, ол мүмкін емес. Өткенге өкпелеме, сабақ алда алға жүр. Өзіңе ауыр сөз айтпа, сөз ойды қалыптастырады. Қолыңнан келмейтінді мойындаудан қорықпа. Ренішті ұзақ сақтама, алғаш өзің шаршайсың. Уақытыңда демал, шаршаған ақыл қателеседі. Барға шүкір, жоққа сабыр ет. Бір сәттік эмоциямен өмірлік шешім жасама. Әр қиындықта неге емес, не істеймін деп сұра. Өз қадіріңді өзің біл, өзгеден күтпе. Адамдарды өзгертуге емес, өз көз қарасыңды түзетуге күш сал. Үмітсіздік келгенде ішкі тірегіңді ізде. Адамды емес, әрекетті бағала. Уайымды емес, үмітті көбейт. Қателессең мойында, үйрен, жалғастыр. Әр күнге бір жақсы іс сыйла, өзің үшін. Қандай жағдайда да адам болып қал, қалғаны уақытша. Өмірдің қиындығы емес, оны қабылдау тәсілі адамды қажытады. Адам бәрін жоғалтса да үмітін жоғалтпауы керек. Уайым мәселені шешпейді, тек күшті сарқиды. Өткенге байлану болашаққа қадамды тежейді. Ішкі тыныштық кез келген табыстан қымбат. Әр адам өз жолымен жүреді, салыстыру, адасу. Сабыр күту емес, ақылды таңдау. Айтылмаған сөз жүрекке салмақ салады. Қиындық адамды сындырады емес, шыңдайды. Өзіңе мейірімсіз болсаң, өмір де қатал көрінеді. Бақыт дайын күй емес, күнделікті таңдау. Реніш өзіңе артылған артық жүк. Уақыт бәрін өшірмейді, орнына қояды. Үміт адамның соңғы тірегі. Асығыс шешім ұзақ өкініштің бастауы. Өз қадірін білген адам өзгенің бағасына тәуелді болмайды. Жақсылық алдымен жүректі емдейді. Адам өзгермесе, жағдай да өзгермейді. Қандай кезең болса да өтпей қоймайды. Адам болып қалу өмірдегі ең үлкен жеңіс. Құрметті оқырмандарым, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыз. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз арнаның дамуына үлесін қосады. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет, аман сау болыңыз.